Ассалаумағалейкум достар. Бірінші Панипат шайқасы. Үндістанды жаулап алушы Бабыр Орта Азияны жаулап алушылардың ірі отбасыларының ұлы болады. Оның әкесі Тимурдың ұрпағы, ал анасы отбасы Шыңғысханнан шыққан. Оның әкесі 1494 жылы қайтыс болады. Ал 11 жастағы Бабыр қазіргі Ауған мен Өзбекстанның Деканның арасындағы шекара аймақта Ферғананы билеушісі болады. Алайда олардың ағалары мен немере ағалары таққа Бабырмен соғысып оны 2 рет бас тартуға мәжбүр етеді. Ферғананы ұстай алмаған немесе Самарқандты ала алмаған жас ханзада отбасылық орындықтан бас тартып 1504 жылы Кабулды басып алу үшін оңтүстікке оралады. Алайда Бабыр ұзақ уақыт бойы тек Кабул мен оның айналасындағы аудандарды жалғыз басқарған наразы болады. 16 ғасырдың басында ол ата-бабаларының аумағына солтүстікке бірнеше шабуыл жасайды, бірақ олардан ұзақ уақыт ұстай алмайды. Ұнжырғасы түсіп 1521 жылы ол оңтүстік жерлерге көз тастады. Дели сұлтаны және де Үндістан сұлтаны Ибрагим Лодидің қол астында. Лоди әулетінен кейін орта ғасырлардағы Дели сұлтанатының билеуші отбасыларының 5-шісі және де соңғысы болады. Лоди отбасы 1451 жылы солтүстік Үндістанның көп бөлігін басқарған және де 1398 жылы Тимурдың жойқын шабуылынан кейін аймақта қайта біріктірген этникалық пуштундар болады. Ибрагим Лоди дворандары да адамдарға да ұнатпайтын әлсіз және де қатал билеуші болады. Шын мәнінде Дели сұлтанының асыл отбасы оны соншалықты бағаламады, сондықтан оны Бабурға басып кіруге шақырады. Лоди билеуші соғыс кезінде өз әскерлеріне Бабыр жағына өтуіне жол бермеу үшін де қиындықтарға тап болады. Жауынгерлік күштер мен тактика. Бабырдың моғол күштері 1300 немесе 1500 адамнан тұрады. Олардың көпшілігі ат спорты болады. Оны құпия қаруы 20-24 дала зеңбіректері болады. Бұл ұрыста салыстырмалы түрде жаңалық болған жоқ. Ибрагим Лодидің 30 мыңнан 40 мыңға дейінгі сарбазы және де лагердің ондаған мың ізбасарлары моғолдарға қарсы тұрады. Лодидің негізгі қару-жарағы мен қасіретті әртүрлі ақпарат көздеріне сәйкес жауынгерлік пілдер болады. Олардың саны 100-ден 1000-ға дейін болады. Олар Ибрагим Лоди тактика емес еді. Оның әскері жауды жеңу үшін сандар мен жоғарыдағы аталған пілдерге сүйеніп жүйесіз блокты басып өтеді. Алайда Бабыр Лодиге таныс емес еді. Тактиканы қолданады. Бұл ұрыс бағытын өзгертеді. Бірінші аз күшті алдыңғы сол оң жақ алдыңғы оң жақ артқы және де ортаңғы бөліктерге бөлінетін тарту болады. Жергілікті мобилді болған соң ол сол бөліктерді жаудың үлкен күштерін тастап, олардың орталыққа қарай итеріп жібереді. Орталыққа Бабыр өз шекараларын салады. Екінші тактикалық жаңалық Бабыр автомобиль деп аталатын көлікті басқарады. Артиллериялық күштердің қарсыластарының олардың арасында түсуіне және де артиллерияға шабуыл жасауға жол бермеу үшін былғары артқанмен байланған бірқатар машиналардың артына қайта құрылады. Бұл тактика Османлы түріктерінен алынған. Панипат соғысы. Пенджаб аймағын жаулап алғаннан кейін бүгінде солтүстік Үндістан мен Пәкістан арасында қайта құрылған Бабыр Делиге кетеді. 1526 жылы 21 сәуірде таңертең оның әскері Делидің солтүстігіне қарай 90 шақырым жерде орналасқан Харина провинциясында орналасқан Панипатта Дели сұлтандарымен кездеседі. Бабыр өзінің білімін қолдана отырып кениялардың қозғалысын Лодидің армиясын тұзаққа түсіреді. Содан кейін ол зеңбіректердің көп әсер ету үшін қолданады. Делиді соғыс пілдері мұндай қатты және де қорқынышты дыбыстарды ешқашан естімеген. Ал қорқынышты жаулардың бұрылып сызықтарына жүріп жүгіруге кезінде Лоди сарбаздары қиратқан. Осы артықшылықтарды қарамастан Дели сұлтандығының сандық артықшылығымен ескере отырып соғыс сөзсіз болады. Қанды кездесу түске қарай жылжып жатқанда Лоди сарбаздарының саны Бабыр жағына қарай бет алады. Ақыр соңында Делидің қатыгез сұлтаны оның тірі қалған офицерлерін тастап жаралардың ұрыс алаңында өлуге қалады. Кабулдың жаңа бастаған моғолдарды жеңеді. Соғыстан кейін Бабырнама еңбегінде Дели сұлтандығында қаза болған әскерлердің саны 15 мыңнан 16 мыңға дейін делінген. Ал Бабырдың қайтыс болған әскерлері 40 мың адамға жуық. Бірінші Панипат соғысы Үндістанның тарихында өте маңызды кезең. Бабыр мен оның мұрагерлері елді
бақылауында күшейту үшін уақыт қажет болады. Дели сұлтандығының жеңілісі моғол империясының құруы жолындағы үлкен қадам болады. Ол Үндістанды Британия жеңгенге дейін басқарады. 1868 жылы ұлы моғол империясында болған Небори шынында Бабырдың ұлы Хұмайын өзінің билігі кезінде бүкіл патшалықтан айырылады, бірақ ол қайтыс болғанға дейін жер ала алады. Империяны Бабырдың немересі ұлы Акбарды нығайтады. Оның кейінгі мұрагерлерінің арасында қатты шайқастан кейін Акбар шахтың баласы Жихан шах келеді.